Асас вақайлары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султания Истакаева çalışам. Хайрлы ақшамлар. Бақчысарай районында юз берген фелакет ерінде илек олған қадынның жеседі тапылды. Су басқан ерлерді құртарыcılar çalışалар. 100 адам ве махсус техникасының 50 нұсқасы қазадан зарар көрген территорияны темізлейлер. Мутехасыслар ве гонулелер бұтын геже ерлі сәкінлерге су әсірлігінлер құртарылмаға ярдым еттілер. Бұл мезунның тапсиятларына Айша Шулакова біле. Кечiniz балалар, аяқапларыңызны чықарманыз. Наталья Чкеря рухтан тушмемек үшін шақайт меге тырыша. Нефахаджи бутун геже ағлады. Сув басув девамында сақ қалғанына аля да ишанмай. Эф ве бутун мал мүлкіні ғайырдан тіклемекнің чаресі yok. Я вот так держу документ. Мен ялдамаға білмейм. Бұғылачам деп түшіндім. Сув берден ақып келді. Менде 2 көпегім бар. Тест қапыларны açып, yüksеклекке чапып чықтық. Қадынға ярдым етмек үшін көйдешлер топланды. Оларның evлері зарар көрмеген олса біле, ярдым етмек керек деген фікірделер. Бұл адамларны мен білем. Берабер çalışтық. Еркес ярдым етмек керек. Мен бөле түшінем. Гонолелер bu сеферді өз күчіні көстерділер. Олар Бақчысарай районының чешіт көшелерінден топландылар. Егер менің evimде Алла сақласын бойлы беле олса, менің мен кібі гонолелер келерлер, адамларға ярдым етмек керек. Спальнилердің içi ерші ялдай, холодильник ята, машинкалар ята, кухонный гарнитур бұл тараптан епсі түшіп кетті. Лиля Османова сув басувдан соңки ақыбетлеріні көстере көз яшларыны веузыны зорнен тута. Евде яқында капиталь тамират япылған еді. Шымды есе эпсі мебеліні ве техниканы чөплікке атмақ керек. Яқшы ке, оғлының достлары ве сой соп евні лайдан темізлемеге ярдым етелер. Пока үйде мына бір шей апамайық. Мына бұл азбарларын, чамырларын көресіз. Оларын темізлемеге бір шей шығарамаймыз. Мына бір ерге келіп yakında remont yapkan edi. Mebelyer yapkan edi. En çok albat fotisala aşağı fotisala köylері zarar көрді. 120 ev suv esirligine tuştu. Olardan peşini gayırdan teklemeknin çaresi yok. En büyük zararga albatta yangınlar stansiyası, Көккөз психоневрологик диспансер ve eki ticari объект uğradı. Подтопила Психоневрологик диспансерге сув көтерілді. Мағаз да сувға толды. Бүгінгі күнде МЧС хадимлері сувны чекіп чықаралар ве bundan son azbarдаки лайны темізлейдеміз. Аман-аман епісі хасталар интернетта қалды. Тек 28 Қырымның башқа теби мөсеслеріне тақлие етілді. Ölüler de бар. Қырым ve Бақчысарай район акимиетлері февкуляде вазиет режимini көрсеттілер. Сувға батқан evlerden 160-тан зияды адамны құртардылар. Böyle yağmurlarını Belbek vadisi çoxtan көрмеді. Bir sutkada 2 айлық yağanaqlarının norması aktı. Көккөз ve Belbek өзенлері ташты, сув раскелген ершені йықты. Шымды сувға батқан территорияларының ерінде МЧС, Крымспас, Крымэнерго, Вивада Крыма идарелерінің хадимлері çalışа. Шымды 100-ден зияде инсан çalışа, 18 нұсқа техника, вазиет стабиль алда. Бүгін 2 комиссия тақымы çalışы башлажақ. 100 объекттен 5-ші бұтынлей зарар көрді. 8 невбет ноқтасы 60 құртарычы ве 11 нұсқа техника. Бұтын гече хафлы дамарталарда мутехасыслар çalışacақлар. Синоптиклерінің тахминлеріне көре, яғанақлар яғмасы ярым адамызда июльнің 7-сіне қадар девам етежек. Айша Шулакова, Арсен Фукала, Бақчысарай района. Керечте су басудан зарар көргенлерге тазминатлар берілуі девам ете. Жумхури бюджеттен шер сәкінлеріне 90 миллион рубледар қатылды. Фелекетке оғраған evlerden адамлар мұсафырханелерге көчерілді. Бұнен бір вақытта олар өз evlerini тіртіпке кетірелер. Мевзунын девамы біздің левхамызда. Котляровлар қорантасы да айны шу соғақта яшай. Фелекет оларның яшайышыны екіге бөлді. Мұна бұл бір вақытлары бізім ета құдамыз еді. Біз өмір арқадашым мен мұнда яшайдық. Мұна не олды? Бірше япып оламаймыз. Шым девлерінің ішіні тәртіпке кетірмеге тырышалар девлеттен ярдым берілді. Айленің әрбір азасына 110 bin рубле. Бұзны ақшам саат 7-де чыққардылар. Оғлум сув кечірмеген ұрбаларны киіп келді. Араба қапыларны açты. Ветек о вақыт МЧС хадымлері ялдап келділер. Біз 12 саат отырдық. Аяқларымыз суық сув içinde.
Ади шернын ади яшайшы эркес ози шинен ашыға. Ама бу тек бірінші бақыштан бөле. Енді сув басувдан зарар көрген шерлелер кереш мұсафырханелеріне ашықалар. Бу ерде шарайт нормаль, ашымақ та мүмкін. Ама мен келмейм, ебні құрытмақ керек. Бүгін мұна ерте келдім, чүнки яғмур яға. Сув фелекетінден зарар көргенлерге тазминатлар берілуі девам еті. Кереч сакинлеріне енді яқын 90 миллион рубле пайлаштырылды. 129 адам вақтынча ерлешуде болуна, екісінде 29 бала. Шымды енді адамларының аризалары бойынша 672 акт тізілді. Шымды аризалар бақыла. Малия адамларға еткізілечек. Шер мемориятында эмек ve ичтимаи қорув департаментінде тазминатлар берілуі үшін весиқалар эп қабыл етіле. Ама бұндан evvel devlet vekilleri meskенні бақып чықалар ve зарарға қимет кесув бойынша акт тізіле. Айша Шулакова, Ленуза Бурсейтова, Эрвин Эмиралиев, Миллет Ичун, Керич. Аграрийлер üçün Тенефюс Бақшысара районында 40 гектар қой тарласыны су басты. Нәтижеде Қырымның бұтын территориясында берекет жиылуы бір суткаға тоқтатылды. Мутихасыслар зарар севесіне қимет кеселер бұақта қой хожалығы Назира Андрей Рюмшин білдірді. Ахмезжет Весақ районларында яғмур чоқ яғмады. Фермачылар беклемейлер, олар яваш-яваш çalışып башлайлар. Бүгін яғмур олмаса ярын епсі жештіру вишлеріні башлайлар. Меселе ичте йоқ, аксине эркес иш беклей, техниканы тамир етелер. Токларда боғдай токіле, шей нормаль. Филекет фиятларға ичте сыр етмес, акимет вазиетні контрольде тұта. Қырымны черкелер басты. Ярмадының меркези ве Шимали районларында ерлеріні ашыратлардан иләжилайлар. Ерлі сәкенлер черкелерден насыл құртарылғанлары. Олар бұл меселе аққында не түшінгенлері ве акимиет насыл черелер баққаны аққында Сабина Денееваның репортажы. Ну шо? Сон не олған, мұна бойле сепесін ойсы кене сенің үстіңе қона. Джинкте епысы чаралер бақыла. Жанкой районы әрмені барын койының сақыны Григорий Мельничук чешіт елардың көреші ашыретларны шекер ведрожны тұтмаға иляджнен зерлендірмеге тырышты. Бұршы ярдым етмей. Они постоянно. Олар дайма күндузмы геже асылда чаре жоқ. Яған яғмурлардан сон Қырымның чешіт районларында черкелер уджум еткендеріне шекетлер чоқлашты. Бұл эсасин Шимали ве меркези районлар. Экспертлердің фікіріне же тамам күчлю яғанақлар ашыретларының сайысы артмасына себеп болды. Ашыретлар тек адамларны дегилде, айванларны да талайлар. Олардан қачмақның чаресі жоқ. Олар аттамас китлер сеткаларından квартира ве евлерге учып кірелер. Ерлі сәкендер кім насыл қорчалана. Берем шампунь. Шампунь, савут ювған геліні аламыз, эпісін қарыштырамыз ве сүртеміз. Черкелерден ензиеде файда берген шей, бұ қапалы енлі урба ве башлық. Ама сыжа хавада бойле урба келишмей. Ерлі сакин Исмаил Алетов черкелерден азап чекенлерден бұрыдыр. Бұтын мұна бұл черкелердің шыққан ері мұна шу судан келе, мұна бұл қамышылықтан келе, бұл бұсырлықтен келе бізге. Қырым акимиеті бұл вазиет ақында қабердар. Бұтын авта девамында Жанкой районында от орылды ве черкелер басқан ерлерде чүплік жиыштырылды. На данный момент 16... Шымдықы вақыт Жанкой районының 16 кой ерлешмесі оларының территорияларында дезинфекция тедбірлері кечірілігі бойынша чапқалайлар. Тахминен бұл ішлерге 175 bin рубле назарда тұтыла. Маңа белі олғанына көре назерлер шурасында авиация желпетілігі ақында суал бақыла. Черкелерінің мескен ноқталарының сынырларында тыш зерлемек үшін. Қырымда қан ичкен черкелерінің 40 чешіті бар. Мутихасыслар тынчыландыра. Қорқмақ үшін себеп yok. Есть носитель. Черкелер өзлері қафлы дегіл, олар кемер хасталықларны таши білелер. Малярия месайларақ. Малярия ташайчысы комаронофилис, ама башқа тарафтан оның ташайчысы жоқ. Яни малярия хасталары жоқ. Шуның үшін хасивет етмемек керек. Сергей Аксеновның навелесі бойынша Қырым кой хожалығының назиры Андрей Рюмшин черкелерден бағлы вазиетні шақси назиретіне алды. Болелікнен Қарасувбазар районында енді дезинсекторлар чалыша. Ишлер Ахмезжет еді құю весе етлер районында алып барыла. Эпысы химикатлар олар биологик, эрши ве эркез Роспотребнадзор органлары или аккредитация кечелер. Бірінші невбетте біз оларның рұқсетіні елде етеміз. Бұл иләжларны бүгін тапмақ мүмкін, емде олар сәкенлеріміздің яшайшына ижде тесір етмей. Черкелерден қорчалаған черелер кефе ве кезлерінің мұсафирханесінде бақылды. Иш девам еті. Ичтемі ағыларда ерлі сәкенлер бір-бірлеріне тәвсиелер берелер ве сабырлы олмаға тилелер. Сабина Денеева, Артур Чалы, Миллет Ичун, Жанкой районы.
Учақ янындaki хавсызлық Ахмеджет Ава лиманның да 130 хадимы коронавирустан ашы яптырдылар. Қырымның ава қапылары тиббиджелерінің мобиль бригадаларына давет еткен бірінжелерден. Бұ иш февраль айындан берлі девам ете. Сонки ай давамында ашлама сүряты артты. Онкологик хасталықлар yok mu? Хроник хасталықлар. Спирт içimliklerini içmediniz mi yok? Ава лиманның хадимлері ашы яптырмақтан evvel tibbi бақубдан keçeler. Біз сатурацияны sıcağını teşkiреміз келген адамға суалер береміз ve son aşı yapamız. Bütün bu episi 5 daha vaqtını ala. Ковидге қаршы топлы қошуға Ава лиманның да 130 хадимы қошылды. Февраль айында Ава лиман бұрынжелер сырасында тиббиджелерінің бригадасына давет еткен еді. Ковид арқалыбына қаршы көрешівге эпидемияға қаршы чәрелерді ярдым ете. Мұны тепловизор дегенлері бойледір. Küçük камера о я диварда, я да таванда ерлеше ve автомат режимде yolcular ақымыны ve оларының sıcağını teşkere. Егер оларының sıcağı көтерілген olsa, автоматика конкрет yolcunu көстере ve son onun şahsi şekilde iş alıp barılacak. Ve bütün terminalda мұны бойле дозаторлар yerleştirildi. Оларның yardımının eler dezinfeksiya etili. Ер мұнтазам суретте сүртіле, одаларының ішінде темізлік машиналары тоқтамаздан қатнай. Ава лиман ярымада мұсафырлеріні Роспотребнадзор идаресінің эпысы талапларына көре қаршылай. 4 саатлық учувдан соң Ғарби Сибир еріне Қырым манзаралары ачыла. Дмитрий Середюк Нижневартовск шерінде яшай. 8 елдан берлі язылық тәтеліні тек ярымадамызда кечіре. Бұ сефер учувға ковидге қаршы месулиетлік нен янашты. Bir aşı yaptırdım. 21 günden son ikincisi. Keder etken allar içte olmadı. Bunu yapmak gerek dep sayam. Ковидге қаршы сыңырланувлар себебінден шетел курортларының эксериеті қапалы. Қырымның аэровокзалы yüksek yolcular ақымы шарайтынде çalışа. Тарихи рекорд июльнің 19 күні қайт етілді. Bir sutka devamında 268 reis ve 41 bin adam қаршаланды ve озғарылды. Август ayında bu sayılar da artacağı beklenili. Şimdi bizim marşrut ağlarımız rekord derecede. Biz Rusya regionlarında yaşayan sakinlerini deniz yanında rahatlanuvının temin etmek gerekligini anlayımız. Ve Kırım bu cihetten en oңайтlı region olsa gerek. Ve biz Kırım'nın ava kapıları karşılagan birinciler olarak yolcularga uçup gelmek imkanlarını vermek gerekmiz. Коллектив иммунитеті ярдымынен хасталықны еңіп олырмас ве Қырымда тәтелерні ұнытылмас ве ең әсасы қапсыз шекілде кечермек мүмкін олыр. Сусан Рефиева, Дауд Чахалов и Виталий Голубев. Милет үшін. Аграрийлерінің берекетіне енді ава кедер етмес. Қырымда бұрчыққа қаршы қызмет қара бұлытларына аттып дағыта. Тек 2 сутка девамында ракеталарының бір айлық едеге масраф етілді. Ләкин қасиетлемеге керек ме мақсус әлетлерінің қытлығы жоқ. Мезудан Айша Шлакова девам ете. Бу орбиталимлерде гөл бурчакка каршы Кырым хызметінің күнделік ішідір. ПВ-2 2 класс аскері Олег Горохович ату фалетін хусусиетлеріні анлата. Шымды оны оқуф ракеталарынан толдуралар. Мисал оларақ 60 көшелік эмир келді. Бойлы етіп 60-ға қоямыз ве жайлав сарайда ерлешкен команда ноқтасына хабер етеміз. Егер Кырым үстінде қара бұлытлар асылса, Алазань кібі ақиқи ракеталар құланыла. Олар құршын ионларының йод заряды иле толу. Қырық сәне içinde снарядлар реагентны бұлытлардан yüksекке көтере. Олар 12 километр ұзаққа ете білелер. Мақсус ракета doğru мақсатқа учып ете. Бұлыттан яған бурчақ топраққа кергенже яғмұрға чевіріле ве бойлеліктен яғанақлар арта. Бурчақ олмай. Көк бұлытларны атмақ керек ми, жоқ мы бойле қарар команда ноқтасында алына. Бұ бурчаққа қаршы қызметінің ең мұйым ері. Бұтын малимат интерактив харитада көріне. Шымды хафлы бошлық пейда олды. Андан қорчаланған ерлерге бурчақ яғмасы мүмкін. Бұңа қаршы чықмақ үшін алақажыға емир беріле. О, ноқтанен бағлана ве бізім ракеталарымызны атып башлайлар. Бурчақ бұзға чевіріле. Мұнда геже күндіз көзетів тоқтамай, чүнки аграрийлерінің берекетіні қорчаламақ керек. Ава шарайтлеріні көстерген esas мерkezлер жайлав сарай ве курман локаторлардыр. 2 база. Тертибарлар бізде 8 дане. Эр ноқтада 2 шер. Олар стационар шекілде çalışа.
Украин дәвірінде бурчакка қаршы базалар пек зайыфады. Sonra есе оларның іші бутунлей тоқтады. Ел аграрийлер миллионларча рублелік зарар көре-еділер. Русиялы Қырымда станцияның яны өмірі башланды. Егер тертибарлар çalışмаған олса, бурчак пек иры яғар еді. Шымды Кубайнда көргеніміз кібі. Анда бұз парчалары емыртадан иріже. Бізде шымды бурчак яқса біле о уфақ ола. Бүгін Қырымда 150 гектарға яқын тарлаве бақчаны бурчакка қаршы қызмет хорчалай. Бүгін 1 гектардың фияты 12.000 рубле. Кой қожалық назірлігі параның 80%-ны кері қайтара. Біз мейданлықны арттырған заман бұл 3.000 олачақ. Бұл біздің мақсадымыз. Бойле етіп, бұтын Қырымны қапламаға істейміз. Яслы хаваның арсызлығы бурчакка қаршы қызмет хадимлерінің ішіні арттырды. Бойлелікнен тек 2 сутка девамында ракеталарының 1 айлық едегі масраф етілді. Емді хорчаланған объектлерінің миғдары 40-тан 140-қа же артты. Ләкин ракеталар қытлығы yok Қырым Челябинсктен Невбеттеки партияны беклей. Бұл бізге 1,5 елға етечек. Айша Шулакова, Артур Чалый, Милетичун, Курман района. Русиядан 50-ге яқын студент ярымадаға яны білгі пешінден келділер. Вернадский адына Қырым федераль университетінде язлық университеті башланды. Лейханын тәшеббюсі Русия илім ве али тәсіл назірлігіне айт. О Калининградтан Владивостокқа же бутун мемлекетіміздегі 12 али оқув юртны бірлештірді. Қардашлық Жумхурiyеттен студентлеріні Қырым туризм ве көй хожалық алеміне сияхат беклей. Буақталев хамызна сейір етіңіз. Александра Лещенко, Русия Девлет Аграр Техник университетінің 3 курс студенті менеджмент финini огрене. Артқач білге олмай деген фікірді язлық университеті адлы лиха ақында курсдашларындан ешіті вебірден арыза язып, иштирак етмеге қарар алды. Біз түневен етіп келдік, да бір шайны көріп етіштірмедік. Асылында есе бұзны пек sıcak қаршыладылар. Әршей пек яқшы бегендім. Студентлер ярымада дүлбірлігіні көрмектен қайры, өз білгілеріні артырмақ мақсадынын Қырымға келділер. Русиядан 70-ке яқын студент язлық университеті адлы лиханын иштиракчылары олдылар. Бұл программа чечевесінде Русияның 12 али оқув юрту өз қапыларыны ачажақ. Әрбір университет өзі үшін 2 ilmi тәсіл юнилешні сече. Қырым федераль университеті туризм ве кой хожалығыны саларында çalışмаға қарар алды. Студентлері мувафахиетлі Қырым мөсеселеріне экскурсиялар беклей. Тәжірибеміз пек бұйық біз онын пайлаша білеміз. Программа пек интенсив, ама бұл тәсіл программаға әмді әгленче программасы кіре. Бұл квестлер біздің студентлерімізнен көрішувлер тәжірибе пайлашуы ве қонышув. Язлық университеті ilk сефер тәшкіл етілді. Бұндан әвел Русия ве Русия талебелері үшін Псков университетінде 219 сене кечірілген математик лихасы темел олды. Асылында академик тәжірибесі ноқтай назарындан бұл бірінші бойле көчлі тедбірдір. Бұл пек яқшы, чөнки бойле бұйық ве көчлі тамырлы мемлекетлерге бойле іш пек мұйым. Яшлар ве ожалар бір-бірлерінен тәжірибе пайлашалар, субетлешілер ве бераберлікте лейхалар алып баралар. Лиха июльнің 4-ден 18-іне же кече нәтижеде әрбір иштиракчы 2 максус сертификат елді етежек. Язлық университетіні ел кечірмеге ниетленелер. Сабина Дениева, Дауд Чахалов, Дмитрий Низовой, Милет үшін. Бүгінге бұл эпосы хаберлер Милет телеканалından айырылмаңыз, хайырлы ақшамлар.